Кешар, Активпен амандасып, Samsungпен сәлемдесіп, Кейселмен көрісіп, Билаймен бөлісіп, балансқа бағынып, SMS сағынып, Sonyмен салысып, LGмен жабысып, паспортты папа деп, Motorola мама деп, Кейселмен күйісіп, Siemens'е сүйісіп, Safi сұр деп, Nokia нұр деп, K-Mobile кір деп, Ericsson'де енем деп, XS'ке елең деп, соткілерінде единісі толып тұрса толғып, маяк тастаған кезде ұсталып басы медицаға ұсталғанда қорқып. КВН'нен қалмай жүретін, мұрындарынан ләмшік шыққанша күлетін қыздар және де олардың жүретін қыздары. Әрине мен өзгеге ұқсағым келмейді, өйткені мен ауылда тұрам. Ал сіздер ше, өй, Астанада тұрасыздар. Біздің ауылда рахатта, ауылда. Рахат, кешке таман шығасың, басында май-май петушок, үстінде купайка, аяғында герзветік, тамаққа дыңқ тойып ағасың да. Кешке шығасың, балдар жиналып отыратын жер болады, оны әдемлеп петак деп қояды, әдемлеп. Ол петак қай жер десеңіздер сіздер? Ол петак или столбың түбі болады, или біреудің қорасын арта болады, или басқа, именно отыратын жер таппай қағанда тура мусордың қасына отыратын жігіттердің естері. Сөйтіп әңгіме, алдың әңгімесі мынандай болды. Неғылың, ат саттың ба, неғылың, компания, мақтан неғылыңдар, неғылыңдар деген кезде бір ыстық информация келеді. Астанадан Нұржанның құдашасы кепті дейді. Кетті. Тілің салақтап, давление 220, 3 күн тамақсыз ішпейсің. Ол құдаша 76 жылғы ма, 69 жылғы ма, қызықтырмайды сені. Ол құдашамен сөйлесті деген саған ауылда авторитетті ол, солақ. Бол, солақ, басқа іштен емес. Сонымен қырдан ешек арбамен жантақтан келе әрсің лайынан. Бір жігіт келді, абай, құдаша шомылып атыр дейді, бітті. Шомылуға өмір апармайтын нәрселерді апарасың сен. Машалка, зумный щетка, сабын, мамаң ванный полотенце сынырлап шығасың деген пакетке саған. Аяқта іштеге жоқ, жалаң аяқ, өйткені ауылда ешкім тәбішке келмейді. Солай мынандай тікен кірмейді, сыңқ ете береді. Барасың арықтың қасына. Ана құдаша шомылып жатыр енді. Тізеден келеді суға. Деп шомылып жатыр. Енді жігіттер білетін жер. Кез келген жігіт қызға қырыңдау үшін бірінші өз-өзін көрсету керек. Сен құдашаға неңді көрсетесің? Қырыңдауың керек. Тізеден келеді суға баспен қадал бар. Одан кейін қазір ауыл жылы өздеріңіз білесіздер. Ауыл жылында өткенде ауылға барып, ауылдың жағдайын біліп қайтайын деп барсам, құдай самасын жігіттер атқа, шалдар, ешекке, кемпірлер белесе беткенмен болып жауып жылы. Ей, не болды десем, бәрінің қолында бір-бір сотовый телефон дамып кеткен. Сөйтсем, ана ауылдың әкімі ауыл жылына бәріне бір-бір телефон подарит етті. Рахат дейді, жұмыс істемейді дейді. Датовы анау бесіктегі балдарға дейін құлағына сотовый телефон бар. Ана қой бағатындар бар ғой, қой бақпайды дейді. Рахат дейді. Анау қойдың басын бастап жүрген ешкілердің құлағына бір-бір сотовый телефон іліп қойған дейді. Қойлар өздері жайып келе береді дейді, Рахат. Қоймен сөйлесіп отыра береді дейді. Алло. Алло, ешкі? Мен ғой, қақтасыңдар, Қарабастауда? Ана қара қошқар екен. Не дейді? Мына қорғалжың қошқарлар разборға кеткен дейді. Не айтып тұрсың сен? Біздің қошқарлар қақта жүр. Свиданияға кеткен дейді. Өлтіреді жасты сендер, қақты свиданиясы? Мен олар әжептен қой екен деп жүрсем, действительно мал екен ғой олар, Сөз соңында мына жастарға, студенттерге яғни айтатын бір жаңалығым бар. Сіздер жақын арада стипендия ала алмайсыздар. Өйткені бюджетте ақша жоқ. Шетелге сатылатын жетім балдар өтпей жатыр екен. Сол Құдай қаласа бір-екі өтіп кетсе, сол бюджетке ақша түссе береді дейді. Ал мен енді осыны істеп отқан ағаларға былай айтар едім. Оу, қалтасын қаптан тігіп алған арқалы ағалар, 10 мың, 15 мың долларға ит сатып алып, ит асырағанша қазақтың бір баласын асырап алсаңыздар болмас бе дейді.